4 наурызда Америка кино академиясының Оскар кино сыйлығы үлестіріледі. Биыл фавориттердің үздік үштігінде Гильермо дель Тороның «Су пішіні фэнтези мелодрамасы» 13 номинация, Кристофер Ноланның «Дюнкерк» әскери драмасы 8 номинация, Мартин Макдонахтың «Эббинг, Миссури шекарасындағы 3 билборд драмасы» 7 номинация. Енді биыл Оскарды кім алады деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Болжамды осыған дейін үлестірілген әртүрлі кино жүлделері негізінде жасайтын боламыз. Көпшілігіңіз білесіздер, Алтын глобусты Оскардың басты репетициясы деп жатады, өйткені Алтын глобус пен Оскардың жеңімпаздары көп жағдайда бірдей болып шығады. Сонымен 2018 жылғы Оскарды кім алады? Кейбіріне болжам жасап көрелік. Үздік фильм номинациясында «Эббинг, Миссури шекарасындағы 3 билборд» жеңеді деген болжам бар, өйткені бұл картина дәл осындай номинация бойынша Алтын глобус алды. Сондай-ақ Америка киносыншыларының Америка продюсерлер гильдиясының жүлдесіне ие болды. Үздік фильм номинациясындағы басқа кинотуындылармен салыстырғанда бұның шансы көбірек көрінеді. Әдетте академиктер қара нәсілділердің дәстүрлі емес жыныс бағдары өкілдерінің құқығына қатысты фильмдерге дауыс бергенді ұнатады. Биылғы номинанттар тізімінде сондай критерийге кіргізуге боларлық «Мені өз атыңмен шақыр» мелодрамасы бар. Ол түрлі сыншылар бірлестіктерінің тарапынан марапатталғанымен Оскар нәтижесіне әсер ете алатындай ерекшеленген жоқ. Одан бөлек расизм тақырыбына құрылған аулақ сатиралық хорроры бар, алайда бұл фильм өзгелерден басым түседі деуге негіз жоқ, жалпы фаворит ретінде де қарастырылмайды. Жоғарыда атап өткен «Эббинг, Миссури шекарасындағы 3 билборд» кинофильміне түскен актерлер Фрэнсис Макдорманд үздік актриса, ал Сэм Рокуэлл екінші пландағы үздік актер номинациясында үздік шығуы тиіс. Бұған да салмақты аргумент бар, екеуі де өз номинацияларында Алтын глобус алды. Ол аз десеңіз, екеуі де Америка актерлер гильдиясының марапатына ие болды және сыншылардың түрлі қауымдастықтары Фрэнсис Макдормандты жыл бойы мақтаумен болды. Бұл да академиктер таңдауына біраз әсер етеді. Үздік актер аталымында «Ауыр кезең» фильмінде Уинстон Черчилль рөлін сомдаған Гэри Олдман алады деген болжам бар. Актер осы рөл үшін Алтын глобус Америка киносыншыларының актерлер гильдиясының басқа да бірлестіктердің сыйлықтарына ие болған еді. Оған «Көрінбейтін жіп» фильмінде ойнаған Дэниел Дэй-Льюис бәсеке бола алуы мүмкін, алайда Дэй-Льюистің осы рөл үшін алған марапаттары Олдманмен салыстырғанда аздау болады. Екінші пландағы үздік актриса номинациясында Элисон Дженнидің мүмкіндігі жоғары. «Мен Тоня» спорт байопигінде ойнаған актриса осы рөл үшін Алтын глобусқа ие болды. Одан бөлек Америка киносыншыларының актерлер гильдиясының сыйлығын алды. Өз номинациясында оған тең бәсеке болатындай жүлдегерлер жоқ. Үздік режиссер номинациясында айқын фаворитті таңдауда аздап қиындық бар. Әрине, Алтын глобус алған Гильермо дель Тороны фаворит деуге болады, алайда «Көрінбейтін жіпті» түсірген Пол Томас Андерсонды, «Дюнкеркті» түсірген Кристофер Ноланды ескермеуге тағы болмайды. Олар жыл бойы түрлі беделді фестивальдарда үздік атанған, сыншылардың тарапынан мақтау алған режиссерлер. Қарапайым логикаға салсақ, әрине, дель Торода басымдық бар. «Эббинг, Миссури шекарасындағы 3 билборд» фильмі үздік түпнұсқа сценарий номинациясында да жеңіске жетуі тиіс. Өйткені әдетте үздік фильм атанған картина сценарий аталымында да жеңіске жетеді. Соңғы 3 жылдың статистикасы да сөзімізді растай түседі. Оның үстіне Алтын глобуста да 3 билборд сценарий үшін марапатталды. Біз жоғарыда бұны үздік фильм атанады деп болжаған едік. Назарға іліккен номинациялар әзірше осы. Сонымен біздің болжамды түйіндесек, тізім былай болады екен. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.